Жамағайын. Неге екені белгісіз Пүсін есімнен шықпай қойды. Ол туралы естігім келді. Кешкі ас үстінде анама Сибелге сөмке алғанымды, алыс туысқанымыз болып келетін Пүсін қарындасымды дүкеннен көргенімді айттым. Я білем, Шенайдың дүкенінде Несібенің қызы сатушы деп естігем. О балай, деді анам. Сұлулық байқауы деген бәле болды. Желіккен қыз жасына жетпей сол байқауға қатысыпты. Дүкеннің алдынан өткен сайын қысылып кетем. Жағдайын білейін деп бұрылғым да келмейді. Пүсінді бала кезде жақсы көретінмін. Шешесі Несібе ісмерет. Несібені шақыртып көйлектерінді тіктіртетін еді. Сол кезде осы қуыршақтай қызын алып келетін. Анасы тігін тігіп жатқанда ол ойыншықтарымен ойнап отыратын. Несібенің анасы марқұм Михривер тәтеміз де жатқан жер жайлы болсын. Жақсы адам болатын. Біз қалай туыспыз деп сұрадым. Пүсіннің бізге қандай жақындығы барын білгім кеп. Теледидар қарап отырған әкемнің бізді тыңдамай отырғанын аңғарған анам әңгімесін бастады. Ататүрікпен бір жылда дүниеге келіп, үйдегі ескі фотосуреттерден көргенімдей, Ататүрікпен бір бастауыш мектепте Шемси Эфенді мектебіне барған әкесінің, яғни атам Эдхем Кемалдың әжеммен отау құрмастан бұрын 22 жасында асығыс үйленген бірінші жұбайы болғанын әдемілеп әңгімелеп берді. Босниялық бейшара қыз, яғни Пүсіннің нағашы әжесінің анасы. Балқан соғысы кезінде халықты Эдирнеден эвакуациялау барысында қайтыс болыпты. Ол бейшара әйелдің атам Эдхем Кемалдан баласы болмапты. Бірақ одан бұрын анамның сөзіне қарағанда бұрынғы күйеуінен Михривер атты қызы болған екен. Бір жақсы адамдардың қолдау көмегімен бойжеткен Михривер тәтенің Пүсіннің нағашы әжесі. Және оның қызы Несібенің Пүсіннің анасы. Біздің әулетімізге туыс емес, бірақ туыс болып саналатынын анам бұрында айтатын еді. Анам аты Вежихе. Соңғы жылдарда айт мерекесі кезінде Тешвекиенің шеткі аудандарында тұратын осы бір бейшара туыстарынан бойын аулақ ұстап, өзінің оларды жақсы көрмейтінін анық аңғартатын еді. Себебі 2 жыл бұрын Несібе тәтенің қызы Нишанташы қыздар лицейінде оқып жатқан Пүсіннің 16 жасында сұлулық байқауына қатысқанын ұятсыздық деп есептеп қатты намыстаныпты. Сол үшін Несібе тәтемен араласпай кеткен екен. Керісінше, Несібе тәте өзінен 20 жас үлкен анамды жақсы көретін, әрі құрметтейтін. Оны бір себебі, Несібе тәте жас кезінде күнкөріс үшін көрші әйелдерді аралап тігін тігетін. Ол кезде анам да оны қолдады, жақсы көріп, іш тартты. Олар өте кедей тұрды, деді анам. Балам, ол кезде тек олар ғана емес, бүкіл Түркия халқы кедей болатын. Анам сол кездері Несібе тәтені өте тамаша кісі, қолы шебер, киімді жақсы тігеді деп құрбыларына таныстырып, жылына 1-2 рет той, мереке қарсаңында үйімізге шақырып, өзіне көйлек тіктіртетін. Мен көбінесе мектепте болғандықтан іс тігуге келген Несібе тәтені көрмейтінмін. 1956 жылғы жаздың соңында бір той салтанатына жедел түрде көйлек тіктіру үшін анам Несібені Суадиедегі саяжайға шақырған еді. Пальма ағаштарының жапырақтары арасында моторлы қайықтарға, кеме тұрақтан теңізге секіріп ойнаған балаларға қарап, 2-ші қабаттағы кішкентай бөлмеде анам мен Несібе тәте Стамбулдың суреті бар тігін қорапшасынан шыққан қайшы, ине, өлшеуіш таспасы, оймақ, қиылған мата мен тюльдердің арасында бір жағынан ыстық, маса буып әбден мазалар кетсе, бір жағынан бір-бірін жақсы көретін әпке сіңілідей жадырап күліп әңгіме айтып, түннің бір уағына дейін анамның тігін машинасымен көйлек тіккен. Тер мен масатының иісі шыққан сол кішкентай бөлмеге ас даярлаушы Бекрин кесе-кесе лимонад тасыған. Аяғы ауыр 20 жастағы Несібенің ұдайы шөлдегені, анамның барлығымыз түскі ас ішіп отырғанда ас даярлаушыға қалжың-шыны аралас. Аяғы ауыр әйелдің тәбеті нені қаласа соны міндетті түрде беру керек, өйтпесе баласы сүйкімді болмайды дегені есімде. Менің сол кезде Несібе тәтенің аздап томпиып тұрған ішіне қарағаным есімде. Байқауымша сонда Пүсін бар болғаны ма?
Бірақ қыз бала бола ма, ер бала бола ма, оны ешкім білмеген. Несібе күйеуіне айтпай, қызының жасын үлкен етіп көрсетіп, сұлулық байқауына жіберіпті, деді анам ашуланып. Бірақ сұлулығымен жеңісті бағындыра алмапты. Қыздың лицей оқушысы екенін білгенде байқаудан қуып жіберер еді. Қазір лицейді бітірген болар, бірақ есі дұрыс бірдеңе оқыды деп ойламаймын. Қазір айттап та келмейтін болды. Не істеп жүргенін бейхабармын. Бұл мемлекетте сұлулық байқауына қатысатындардың қандай қыз не әйел екенін елдің бәрі біледі. Пүсін сені қалай қарсы алды? Анам Пүсіннің еркектермен төсектес бола бастағанын айтқысы келді. Мұндай өзекті Пүсіннің алғашқы іріктеуден өткен қыздармен бірге түскен суреті Мұхиет журналында жарияланған кезде Нишанташыда тұратын әйелқұмар жолдастарымнан да естіген едім. Арланатын тақырыптың дәл осы сәтте менің қызығушылығымды оятқанын анама білдірткім келмеді. Арамызда тыныштық орнады. Абай бол, деді анам, жұмбақ түрде сұқ саусағын шошайтып. Өзі сұлу, өзі тәрбиелі қызбен үйленейін деп тұрсың. Сол үшін де Сибелді бағала. Айтпақшы, Сибелге сатып алған сөмкеңді көрсетші. Момтаз, әкемнің аты. Бері қараш, Кемалжан Сибелге сыйлыққа сөмке сатып алыпты. Рас па? Жақсы болған екен, деді әкем. Теледидардан басын бұрып біз жаққа қарады да сөмкені көріп қуанған сыңай білдірді. Жақсы сөмке,